Шуақ мырза, осы көптеген ата-аналар 6 сыныпта оқып жүрген кезде балалар 3-4 ай осы оқу орталықтарына балаларын қыруар қаржы төлеп дайындап, кейін НИИШ, РФМШ биыл мектептеріне түсе алмай қалып жатады. Осы жөнінде ата-аналардан шағым көп. Осының себебі неде болуы мүмкін? Иә, Ринат мырза, өте орынды айтасыз. Бізде қандай мықты орталықтар болса да, айналдырған 2-3 айдың көлемінде нәтиже шығаруға тырысқанымен, кейбір ата-аналар өздеріне күткен нәтижені ала алмай жатады. Оның менің ойымша басты себебі бұл тесттердің барлығы бала бойындағы дағдыларды тексеруге бағытталған. Ал бала бойында дағдылар, олар 1-2 айда қалыптаса салу мүмкін емес. Оларға жылдап қалыптасқан дағдыларды көрсету керек. Сол үшін бала мектеп табалдырығын бірінші күннен, аттаған күннен бастап, білім саласында, тәрбие саласында сол дағдылар көрініс табу керек. Міне сол балақаны НИИШ мектептеріне, өзіңіз айтқан РФМШ мектептері болсын, қиналмай түсе алады. Тіпті дайындыққа бармай-ақ